О, жиен, солай. Нағашеке, осы үйленуге бар ғой, ауылдың қызы дұрыс па, жоқ қаланың қызы дұрыс па? Конечно, ауылдың қызы дұрыс. Ауылдың қызы дұрыс, шаруа болады ғой. Таңертең ерте тұрады, сосын еңбекқор болады олар. Сиыр сауады, нан жабады, ой, рахат қой. Пысық болады, негізі. Пысық болады ғой. Ана қаланың қыздары тәлпіш, ерке, ұйқыбас. Сонда болады, ақсаусақ болады. Онша тірлікке жоқ. Онда нағашеке, қаладан ауылдың қыздарын тауып алуға бола ма? Болады. Болады, ауылдан келіп отқан қаншама қалаға қыздар бар ғой. Оқуға келіп отқан. Соны біреу тарс етіп ұстамаса ма? Ауылдан ақылды қыздар, білімді қыздар келеді қалаға. Біреуін ұстап ал жақсылап. Бақытты бол. Болды ғой? Отыр ана. Отыр ана. Ауылдың қызы. Қайсы? Ана отыр. Көрдің бе? Әдемі? Әдемі ғой. Ана қаланың қызы отыр. Қайсы? Ана отқан. Қаланың қызы. Нағашеке? Қаяқтан ажыратып отырсыз, екеуі де әппақ әдемі ғой. Иә? Көрініп тұр ғой, ауылдың қызы екен көрініп тұр ғой. Ой, ауылдың қыздар шамалы күнге күйген бір қара торы қыз болмай ма? Қарасай енді ана, құлағын қарасай. Құлағы қап-қара. Көрдің бе? Құлағы қап-қара. Құлағы қап-қара. Ауылдың қыздары пудраны бетіне ғана жағады. Саған құлағына жақпайды. Құлағына сразу танып қоясың. Ана қаланың қыздары, ол жақса да жақпаса да құлағына бет аппақ болып тұра береді. Ол ештеңе емес. Сосын екінші айырмашылығы бар. Қандай? Ауылдың қыздарында бір-ақ тесік болады. Қаланың қызында ше? Қаланың қыздарында 5-6, 7-8 тесікке дейін болады. Әне. Қойыңыздар ма? Оның бәрін білемін. Ей, не болды? Мынау жонды ма? Жиәне, қой деме. Қой деме. Жынды. Не болды саған? 5-6 тесік па? Ой, құлағының деймін, құлағында. Ауылдың қыздарының бір-ақ тесік болады құлағында. Қаланың қызы қарсы ана? Жағалай тесе берген құлағын. Өше, ол аздай мұрны тескен. Тілі. Кіндігін тесет біреулер, сырға тағып қояды сөйтіп. Сондай тесік. Ой, қараме. Ой, қарама. Әңгіме бағадан бір құлақтар болып отыр.